Сәлем достар. Мен кешелі бері түрік тілін оқи бастадым. Студенттік кезден бері үйренгім келіп жүрген тілдердің бірі болатын. Енді ғана ден қойып, сол істі бастадым. Бұны мен өзім тілдерді оқыған кезде оны медиа контент арқылы жасағанды ұнатамын. Яғни ол подкасттар болсын, немесе ютубтегі видеолар болсын, лекциялар болсын, сол тілді тек қана қатып қалған грамматикалық ережелері арқылы үйренбей, сол тілде түсірілген фильмдерді қарап, өзіме қызықты нәрселерді қарау арқылы сіңіргенді ұнатамын. Сол әдетіммен түрік тілінде түсірілген Netflixтің оригиналды сериалын тауып алдым да қарай бастадым. Маған өте қызық болып көрінді. Сіздерге де ұсынамын. Сериал «Этос» деп аталады. Ол түрік қоғамының қаншалықты күрделі екендігіне арналған сияқты деп ұқтым өзім. Сонда осы сериалды түрік тілінде қарадым. Түрікше субтитрлермен, оның астында орысша субтитрлері шығып отыр. Қазақша өзімді жаман емес білемін деп санаймын, бірақ соның өзінде маған көп бөлігі түсініксіз болды түрікше сөздердің, бірақ кейбір сөздер кездесті, соншалықты түсінікті, соншалықты толығымен түсінікті сөйлемдер де болды. Мен соларды белгілеп отырдым. Бұндағы мақсатым сіздермен кейін бөлісу. Мен сияқты нөлден бастап түрік тілін үйреніп жатқан адамдар болса араларыңызда, онда мен ойлаймын сіздерге қызық болады. Яғни кейбір сөйлемдер қазақ тілін білетін, қазақша ойлайтын, жаңа қазақ тілінің логикасын түсінетін адамдарға өте анық, өте түсінікті сөздер, сөйлемдер бар екен. Онда басталық. Бірінші өте түсінікті болып көрінген субтитр пакет қышырдар болды. Яғни пакет қышырлап жатыр, Екінші пакет қышырлап жатыр, пакет қышырдар. Екінші субтитр өте анық болып көрінген маған. Абимның қызыны ала жағымда оқулдан дейді. Оқул деген мектеп, оқул яғни оқитын жер. Қазақша логика арқылы ассоциациямен түсініп алуға болады. Абимның қызыны алacağım da ondan 24. Абидің аға екенін көбіміз білеміз, түрік тілін үйренбесек те аби деп жатады, аға деген мағынада. Абимның қызы ағамның қызы, абимның қызыны ағамның қызын ала жағымда оқулдан, мектептен дедік, жаңа оқулдан. Ала жағым деген қазақша алашақ, берешек деген сөзді естіген боларсыздар. Берешек деген қайтаруың керек қарыз, алашақ деген қайтып алуың керек қарыз, сол сияқты міндет мағынасында берешекпін дейді ғой, сонда яғни қайтарып беруім керек деген мағынада. Мына жерде де ағамның қызын алуым керек мектептен деп ұқтым өзім. Otobüs. Автобус. Yok, orada indim de bakamadım. Жоқ, ол арада сол жерде індім деген, міндім дегенге ұқсап тұр, бірақ түстім деген сөз жоқ. Ол арада түстім де байқамадым. Seansımızın bitmesine yarım saat kadar var daha. Сеансымыздың бітпесіне, яғни бітуіне жарым сағат, жарты сағат. Кадар деген сөзді өзім ұқтым былайша. Ол кездескен контекстіге байланысты мағынасы өте көп өзгеріп отыратын сөздердің бірі сияқты. Мына жерде әлі деген мағынада деп ұқтым өзім. Var деген бар, daha деген қазақша эквиваленті дағы, тағы дейді ғой. Сол сөзге жақын сияқты. Сеансымыздың бітуіне жарты сағат, әлі бар, тағы. Tamam. Hoş geldin.
Тамам деген қазақша тәмам дейді, тәмам болды, тәмамдадық, яғни біту мағынасында. Ал түрікше мағынасы тәмамның бопты деп жатады ғой, көбінесе оңтүстік аймақтарда Қазақстанның. Тамам деген яғни бопты, жарайды, жақсы, хош келдің. Meryem. Ne güzel ismin. Қандай неткен әдемі есімің. İsa Aleyhisselam'ın annesi Ümmü Hişam abla. Иса алейхисаламның анасы мүмин кісі аңламында. Қазақша аңдату деген бірдеңенің мәнін түсіндіру, мағынасын ашу дейді аңдату. Ана жерде мүмин кісі аңламында, яғни мүмин кісі мағынасында. Çok güzel bir isim. Өте әдемі бір есім. Ne zaman? Не заман, қай уақыт, қашан деген мағынада. Ne zamandı bu? Қай уақытта бұл? Бұл қай уақытта болды деген. Ramazan'dan sonraydı işte. Рамазаннан соңра деген кейін қазақша, иә. Рамазандан соңрайы іште. Иш деген іс деген, қазақша істе деген, істе расында, мәнінде, қазақша шынында деген сөз қолданамыз, иә. Орысша на деле, в деле, на самом деле деп жатады ғой. Сол мағынаға келеді, дело, іс деген ұғым. Рамазаннан кейін. Esra Erol'a bakıyordum. Esra Erol деген теледидар жұлдызы болып тұр. Түсінігімше bakıyordum, қарап отырдым деген мағынада. Бак түрікше қарау, ал қазақша бағу деген сөз мал бағу, малға қарау, бала бағу, балаға қарау, қарау деген мағынада, иә. Ассоциативтік байланыс жасайтын болсақ, бұл жерде қазақтың бақ деген сөзіне мағыналық жағынан жақын, бірақ мағыналық реңктері әртүрлі. Яғни Esra Erol'ды қарап отырдым. Менің мына экранды жазатын программам 10 минутқа ғана жарайды. Сондықтан қазір ол 2 минут қана қалды. Егер сіздерге осындай видеолар, осындай форматтағы видеолар қызықты болатын болса, иә, қызық деп пікірлеріңізді білдіруіңізді сұраймын. Ал егер мен қателескен болсам, түрік тілін түсінуімде және сіздерге түсіндіруімде қателескен болсам, білетіндеріңіз болса, оны да жаза кеткендеріңіз абзал болар еді. Рахмет сіздерге көп назарларыңызға. Келесі видеода кездескенше аман болыңыздар.